Қазіргі таңда адамдардың көбі Қазақстаннан шетелге кетіп бара жатыр. Егер сіз де осылай кеткіңіз келсеңіз, біліп жүріңіздер қай елдерге бармау керек екенін. Өйткені ол елдерде өмір сүру мүмкін емес. Сәлем әлем, саяхат YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қазір мен сендерге топ 5 ең жаман мемлекеттерді көрсетемін. Ал кеттік. Африкадағы Зимбабве еліне сіз бірнеше теңгені апарсаңыз мультимиллионер болып кетесіңіз. Зимбабве ертеде Британияның отары болған. 1980 жылы Зимбабве Британиядан тәуелсіз болып қалған. Мемлекеттік құрылысы республика, және оны патша емес президент басқарады. 1980 жылдары Зимбабвенің астанасы Харара европалық қалалардың біріне ұқсаған. Алайда 90 жылдары британиялық отарыда тұрған ақ адамдардың барлығы ол мемлекеттен кетіп қалған. Содан кейін Зимбабвенің экономикасы бұзыла бастаған. Жұмыссыздық пайызы 94-ке дейін жеткен. Зимбабвенің ақшасы күн сайын құнсыздай береді. Мысалы, әжетхана қағазын сатып алғанша ақшамен сүртінуге тиімдірек болады. Осы мемлекеттің ақшасы әлемнің игілігі болып табылады. Өйткені зимбабвелік долларда ең көп 0 саны бастырылған, және бұл ақша 100 триллион доллар. Егер сіз сол мемлекетке барғыңыз келсеңіз, тачка алып барыңыз, өйткені ақша сіздің портмонеңізге сыймай қалады. Не дегенім, сол тачкаңызға сыйса тіпті жақсы болар еді. Келесі мемлекетіміз Сирия. Сирия мемлекеті өте көне тарихы бар мемлекет. Оның астанасы Дамаск әлемдегі ең ежелгі астана болып табылады. Қазіргі тарихта Сирия тәуелсіздігін тек 1956 жылы алған. Оған дейін ол Францияның қолында болған. 2000 жылдарға таман Сирияда басқа да таяу шығыс мемлекеттердегідей жаппай тәртіпсіздіктер мен қозғалыстар орын алды. Нәтижесінде азамат соғысына айналып кетті. Соның кесірінен Сирия мемлекетінде өмір күрт нашарлап кеткен, электр қуат үнемі өшіріледі. Ал ғаламтор, айфондар мен жай ғана тыныш өмір туралы еш сөз болуы мүмкін емес. Ирак мемлекетінде мұнай өте көп. Онымен қатар бұл мемлекетте лаңкестік шабуылдар мен адам өлімі де жеткілікті. Ирак таяу шығыс мемлекеттердің бірі. 1932 жылға дейін ол Ұлыбританияның отары болған. Иракқа ақш 8 жыл бойы демократия әкелемін деп жүр. Онымен қатар Иракта әрдайым құмды боран болып тұрады. Бушқа қарсы соғыстан кейін Ирак мемлекеті шетел азаматтарына сенімсіздікпен қарайды. Ондайларын түсінуге болады, өйткені 150 мың қаза тапқан адамдардың ішінен 80% бейбітшіл халқы. Соғыстардан кейін ол жақта халық әрине бақытсыз. Онымен қатар бұл мемлекетте ғаламторда еш өркениеттік игілік те жоқ. Ауғанстанда да 30 жыл бойы азамат соғысы жүріп жатыр. Бұл мемлекетте кезінде Британияның отары болған. 1919 жылы тәуелсіздігін алған, және қазіргі таңда әлемдегі ең кедей мемлекеттердің қатарында. Сонымен қатар Ауғанстан нашақорлық есірткі өндіруден бірінші орында. Балалар мектепте небары 5 жыл оқиды, халықтың тең жартысы оқи білмейді. Бұл мемлекетте дәрігерлер саны өте аз, шамамен 5000 адамға бір дәрігер келеді. Соның кесірінен орташа өмір сүру саны 44 жас. Корей Халық Демократиялық Республикасы 1948 жылы 9 қыркүйекте құрылған. Бұл мемлекет бүткіл әлемге өзінің жабығымен, жеке адамға табынумен және өмір сүру қиыншылығымен танымал болды. Солтүстік Кореяда сыртқы ақпарат дереккөзі жоқ, тек қана ішкі ақпарат. Мысалы, жабық ғаламтор. Бұнда тек қана Ким Чен Ынға ұнамды сайттар бар. Солтүстік Корея тұрғындарында өз үйінде үкіметтік радионы сөндіретін құқықтары жоқ. Өрт кезі тұрғындар алдымен патшалардың суреттерін алып шығулары тиіс, ал соғыс болса патшалардың суреттері мен мүсіндеріне арналған бункерлер дайын тұр. Солтүстік Корея тұрғындары жұмасына 6 күн бойы жұмыс істейді, ал жексенбі күні олар аула сыпырып жүреді, сондықтан демалатын уақыт жоқ. Алайда сауаттылық пайызы Солтүстік Кореяда шамамен 100%, бірақ одан не пайда? Сонымен қатар Солтүстік Кореяда концлагерлер толып тұр. Онда саяси және жай ғана қылмыскерлер қамалуда. Бұл лагерлерде құлдық еңбек, азаптау мен өлім жазасы үнемі болып тұрады. Алайда Солтүстік Кореяның тұрғындары ештеңеге қарамастан әлемдегі ең жақсы мемлекетте тұрып жатқандарына өте қуанышты. Әзірге осы достар. Егер сізге осы видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, менің саяхат YouTube арнама жазылыңыздар.